Сәлем достар, бүгін сіздерге бал мен алма қосылған дәмді пирогтың рецептімен бөліскім келеді. Дәл осы видеодағыдай пісіруге кеңес беремін. Алдымен жұмсартылған сары майға қантты қосып, оны жақсылап араластырып аламыз. Сосын жаңағы массамызға жұмыртқа, одан кейін бал қосып, оны тағы да миксермен жақсылап араластыру керек. Енді құрғақ ингредиенттерді араластырып алу керек. Ұнға қопсытқыш, нан содасын, ұнтақталған имбирь және корицаны қосып араластыру керек. Енді жаңағы біздің құрғақ массамызға сұйық массамызды қосып, оны қалақшамен бір текті болғанша араластыру керек. Бұл жерде миксермен араластырудың қажеті жоқ. Екі алманы осындай 4 бөлікті бөліктерге бөліп алғаннан кейін, оны біздің қамырымызға қосып, оны жақсылап араластырамыз. Пергамент қағазы төселген дайын формаға жаңағы біздің қамырымызды алып, жақсылап саламыз. Енді қалған бір алманы осындай бөліктерге турап, біздің қамырымыздың бетіне осылай әдемілеп салып шығу керек. Тұз 60 градусқа дейін қыздырылған пешке 60 минуттай пісіреміз. Біздің пирогымыз дайын болғаннан кейін ыстықтай оның бетіне балды жағып шығамыз. Достарым, мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Пирог өте дәмді, дәмі тіл үйрет, үлпілдек. Егер сіздер осындай рецептпен пісіретін болсаңыздар, сіздерде де дәл осындай пирог шығады деген ойдамын. Менің каналыма кіріп келіп кеттіңіздер, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.